Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры қолдан жайылған лагманның рецептісімен бөлісемін. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, Гүлнұр Ақберді каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Алдымен осы ыдысқа бір дана жұмыртқа, жарты кесе пиала су, бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенше араластырып, үстінен ұн саламыз. Ұн салып, қамыр илейміз. Есте болсын қыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болып кетпесін, немесе өте қатты болып кетпесін. Яғни қаттылау қамыр жасаймыз. Қамырды илеп 10-15 минутқа тындырамыз, және оны 15 минуттан кейін қайтадан алып, тағы бір илеп 40-45 минутқа қойып қоясыздар. 40 минут өткеннен соң қамырды алып жаямыз. Кіші домалақ етіп жайып, қамырды осылай етіп ұзынша бөліктерге бөлеміз қыздар. Бәрін бөлгеннен кейін кезек-кезек жайып, ұзыншалау етіп жайып шығамыз. Ыдысымызға майды жағып, жаңағы жайылған қамырларды айналдыра домалатып орналастырамыз. Әрбір бөлігіне майды жағып, жақсылап бетін майлап шығамыз және пакет кигізіп 40-45 минутқа тындырамыз. Қамыр дайын болғанша подливка жасаймыз. Ол үшін сарымсақ, пияз, қызыл бұрыш, картошка, сәбіз, труп және орамжапырақ қажет болады. Осылай бәрін турап аламыз. Қызған табамызға пісте майды құйып, ең алдымен етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Кішкене тұз, бұрыш салып, араластырып, және сарымсақты қосып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен бір ас қасық соя тұздығын қосамыз да, жақсылап тағы да араластырамыз. Және пиязды, оның үстінен қызыл бұрышымызды, сәбіз, трупты және картопымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын үстінен орамжапырақты салып, жақсылап араластырамыз. Және бір ас қасық томат пастасын саламыз да, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен 2 стақан суды құямыз да, 2 жапырақ лавр жапырағын салып, 30-35 минут қайнатып, жай отта пісіріп аламыз. Ал енді дайын болған қамырымызды алып, жайып бастаймыз. Міне дәл осылай қолымызбен жай ғана тартып, ширатып, созып аламыз. Қыздар, оған күш салудың қажеті жоқ. Жай ғана қолдарыңызбен тартсаңыздар, осылай дайын болып шыға келеді. Майда тұрған қамыр дәл осылай тартсаңыздар, өзі-ақ созылып алына береді. Дәл осылай қолдарыңызбен жай ғана тартып, соза бересіздер. Өте оңай, жай ғана осылай қолдарыңызбен тартып отырсаңыздар, лагман өзі-ақ созыла береді. Осылай жай ғана тартсаңыздар жеткілікті, қатты күш салудың қажеті жоқ. Қатты тартсаңыздар үзіліп кетуі мүмкін. Міне дәл осылай кезек-кезек ширатып, осылай созып аласыздар. Міне осылай созып жайғастырасыздар. Бұл бірінші рет созылуы, ал енді екінші қайтара созамыз. Ол үшін бірінші жайған қамырды алып, соны тартып шығамыз. Жай ғана тартсаңыздар, өзі-ақ созылып, жіп-жіңішке болып, лагман болып шыға келеді. Дайын. Міне, қараңыздар, осылай жіп-жіңішке болып шықты. Ыдысымызға жайғастырып қоя береміз шетінен. Ал кезек-кезек дәл осылай ширатып, жай ғана тартсаңыздар, жіп-жіңішке лагманымыз дайын шыға келеді. Дәл осылай барлығын созып шығамыз. Қамырды созып жатқанда суды газға қойып қойды ұмытпаңыздар, қайнап тұрады. Міне осылай қойып жайғастырамыз. Лагманның барлығын созып болғаннан соң кезек пісіруге кірісеміз. Міне суымыз да қайнап тұр. Алдымен суымызға 1 ас қасық, 2 ас қасық пісте май құямыз, және 1 ас қасық тұзды қосамыз. Жақсылап араластырып, ал енді қыздар, қамырды суға салып пісіріп аламыз. Мен 2 бөліп салдым. Қамырды салғаннан соң жақсылап араластырыңыздар. Қыздар, қамыр жабыспайды, қамырға май әбден сіңген. Осылай ажыратылып кетеді суға түскеннен кейін. Шамамен 2-3 минут қана қайнатып пісіріп аласыздар. Міне дайын. Ал енді салқын суға қамырымызды сүзіп аламыз.
Міне суық суға лағманымызды салып алдық. Ал енді суық суда жақсылап салқындатып, суытып аламыз да, оны бос ыдысқа түсіріп аламыз. Осылайша міне әдемі қолдың лағманы дайын болады. Ал енді екінші бөлігін пісіремін қамырдың. Осылай барлығын сала саламын. Жабыспайды, тағы да айтайын. Қамыр әбден майға сіңгеннен соң ешқандай да жабыспайды. Суға түскеннен соң осылай әдемі болып ажыратылып кетеді өздері. Бұны да 2-3 минут қана пісіресіздер. Дәл осылай қайталап, салқын суға 2-3 минуттан соң салқын суға түсіріп аласыздар. Лағманымыз дайын міне. Дайын қамырдың үстінен 2-3 қасық пісте майды құямыз, жақсылап араластырамыз. Және дайын асымызды ұсына беруге болады. Қыздар, бүгінгі дайындаған видео ұнаған болса, Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп, маған лайк басып, пікір жаза кетіңіздер, ас болсын.